YouTube'дан ең көп ақша ол жарнама арқылы түседі. Яғни сіз тікелей жарнама жасасаңыз, сонда сіз көп ақша таба аласыз. Ал монетизациядан ол тыйым болып қалады. Монетизацияның ақшасы ол ешқандай сіздерге табыс әкелмейді десе де болады. Сондықтан енді қараңыз, сізде көп подписчик болса, 100 мың, 200 мың подписчик және де орташа просмотр жаңағыдай 200 мың, 300 мың просмотр болатын болса, онда сізге қанша ақша ала аласыз? Сіз кем дегенде бір жарнамаға 200 мың теңге аласыз. Егер сізде орташа қаралым саны 200 мың болатын болса. Яғни ол қалай? Яғни бір просмотрға 1 теңге деп баға қоя аласыз. Және де жаңа компаниялар сізге келген кезде менің жарнамамның бағасы 200 мың теңге. 1 минутқа дейін ролик қыстыра аламын, монтажбен қоямын, немесе өзімнің дауысыммен жаңағыдай монтажбен салып, озвучить етіп деген сияқты. Сондай бір ұсыныстарды айтып, сіз сондай ақша ала аласыз. Енді қараңыздар, сіз аптасына 2 видео, айына 4 видео шығарып отырсаңыз, және де каждый видеода бір реклама болатын болса, кем дегенде, онда сізде аптасына сіз 200 мыңнан 400 мың таба аласыз, айына 1 600 000 табуға болады. Сондықтан YouTube-тың нарығы өте бос. Қазір шықсаңыз, қазір осыны түсініп кіріп кететін болсаңыз, сол үшін жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сіз алдағы уақытта жаңағы көріп отқандай статистика бойынша жақсы ақша табуға болады. Сондықтан мүмкіншілікті жіберіп алмаңыздар, контент үшін жұмыс жасаңыздар, сіздің тұрақты көрермендеріңізге сеніміне ие болыңыздар, сол арқылы кейін жарнамалық роликтарды ақшаға жасай аласыздар. Ал егер сіздерде бұндай проблема болатын болса, яғни компаниялармен қалай сөйлесеміз, қалай байланысамыз деген проблема болатын болса, онда астына өзімнің жеке номерімді тастап кетемін, WhatsApp ссылкасын салып қоямын, сол жерге хабарлассаңыз болады. Бізбен бірге жұмыс жасауға әбден мүмкін. Сондықтан бірігіп Қазақстанның қазақша YouTube нарығын бірге көтермесек, кім көтереді? Келесі кездескенше, келесі видеоларда жолыққанша, егер видео ұнаса, астына плюс батырмасын жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше.